Бүгінде қоғамның тыныштығы мен тұрақтылығын шайқалтуы мүмкін ең қауіпті жасырын құбылыстың бірі діни радикализм. Бір жылдары еліміздің әр аймағында деструктивті ағым өкілдері теракт жасап, бүлік салғаны мәлім. Қазір бұл қауіп басылғандай көрінгенімен, жар астында жасырынған жау жоқ деп айту қиын. Шын мәнінде радикализм санаға сіңген улы ой, адамды адастыратын теріс бағыт. Бұл адамды біртіндеп өз ортасынан алыстатып, қатыгездік пен төзімсіздікке жетелейді. Діни радикализмнің басты қаупі оның адамның ойлау жүйесін өзгертуінде. Уланған сана ақ пен қараны ажырата алмайды, өз пікірінен басқа көзқарасты қабылдамайды. Мұндай адам үшін диалог пен түсіністік емес, күш көрсету мен зорлық қалыпты жағдайға айналады. Осылайша радикализм жеке тұлғаны ғана емес, тұтас қоғамды іштей ірітіп, айрандай ұйыған бірлікті бұзады. Шынайы дін мейірім мен сабырлыққа, адамгершілікке шақырса, радикализм уын бойына дартқандар керісінше өшпенділік пен жек көрушілікті насихаттайды. Сол жолда әрекет етеді. Бұл ақиқаттың терісін жамылған жалғандық. Радикализм уынан сақтану үшін ең алдымен бастапқы діни білім мен сыни ойлау қабілеті қажет. Әр адам ақпаратты саралап, шынайы құндылықтарды жалған идеологиядан ажырата білуге тиіс. Отбасы, қоғам және мемлекет бірлесе отырып, жастарға дұрыс бағыт-бағдар берсе ғана қауіпті дерттің алдын алуға болады. Батпандап кірген ауру мысқылдап шығатынын еске тұтқан абзал. Бұл бізден діни радикализм секілді қоғам дертінің салдарымен емес, себебімен күресуді талап етеді.